билікке лепіл сөзбен баға бер десе қай сөзді қолданатын едіңіз? Біләттің, наху, епті баймайды. Өткелі кіріп көрейік дедік. Оның үстіне жаңағы айналада енді басшылық көтке кіріп жүрген жігіттер басшының несін ашып, жаңағыдай көтенін ашып, басын тұсқа бастадым ішіне. Бір кезде ол ойбай, не істеп кеттіңдер мына жақта деп жаңағы жаны ұшыра айғайлай бастады. Әрі қарай оның шешімін іздейтін моментте біз сол шындықты айғайлаудан жарысып кеттік. Құдай не үшін он немесе ана деп айтып жатсың, неге не деп айтпайсың жаңағыдай. Оны әйел деп айтпаймыз. Бірінші көргенім сол Кәмшат Жолдыбаева Бекеш болды. Сонда сіздіңше біздегі билік өкілдері надан ба? Біраз бөлігі бойынша солай келісуге болады. Сен математика мұғалімі, қалай сен өмір туралы әңгімелесесің дейді жаңағы оқушылармен. 2 аптадан бері әйеліммен сүйісуден бас тартқанмын, мамандығы Қытай тілі. Иә, сол кездегі жағдайларға байланысты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біздің онлайн студиямыздың қонағы Садық Шерімбек. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, аман есен тегіс. Қараңыз, өздеріңізде. Сізді технократ ретінде білеміз, талпынып жүрген азамат ретінде, жиһангез ретінде білеміз, тілге жанашып жүрген азамат ретінде білеміз, жазушы ретінде білеміз. Нақты қайсысы жақын өзіңізге? Мен өзімді әдетте жазушы деп те айтпаймын, бір тіл маманы деп те айтпаймын. Әйтпесе, ол салалардан кішігірім хабарым бар. Әдетте өзімді жаза алатын технократпын деп айтамын. Бәрекелді. Жаза алатын технократтың айырмашылығы неде? Енді екінші бір оның жақсы жері бар. Жалпы жазушы деген үлкен жауапкершіліктен кішкене салмағын жеңілдетеді. Әркім өзінің білетін нәрсесімен айналысқан дұрыс қой. Біздің қоғамда білмейтін нәрсесімен айналысатындар көп па? Әрине. Бізде жалпы қоғам ретінде біз өзіміз білмейтін нәрселермен, білмейтін дүниелермен айналысып жүрміз. Ол жекеленген адамдарға байланысты емес. Қазір бүкіл қоғамдық деңгейде ол солай кетіп қалды. Мысалы? Жалпы мысалға біз өзімізге қажет емес бір яки болмаса өзіміз білмейтін бір танымдарды ұстап аламыздағы, соны бір өзіміз шақ қылып шығарғымыз келеді. Соны өзіміз шақ қылып әйтеуір көпшілікке көрсеткіміз келеді. Өзіміз ондай болмасақ та, бірақ өзімізді сондай ретінде көрсеткіміз келеді. Жалпы ондай мысалдар көп, айналып қарай берсек енді көз ауырады ғой. Жақсы, қараңыз. Мен сіздің жазбаларыңызды қараймын, сіз бір жағынан жаңағы мынау қоғамды да сынайсыз. Әсіресе мынау жазбаңыз бар ғой, сен және менің көтімдегі жара жайыл немесе нахуй бізге шындық деген жазбаңыз бар. Және билікті де сынайсыз. Анау мен қалай көтке кірдім деген әңгімеңіз де бар ішінде. Сіз қай жақтасыз негізі? Бұлай қарастыруға болмайтын сияқты. Мысалға, билік тарапта яки халық тарапта жалпы екеуін енді қанша дегенмен бір банальный естілгенмен екеуі өз идеалында бөлінбеу керек та. Бірақ енді бізде сондай болып қалды, біздің қоғамдық реалиямыз солай болып қалды. Демек, біз қазір ашық былай айта алмаймыз. Мен билік жағындамын, яки болмаса халық жағындамын деп. Өйткені бәрібір халықтың да кей тұста қиыс кететін кездері болады. Биліктің де ондай кездері көп. Сондықтан мысалға нақты алып, мына кезде бір жақты бір жақ болып олай дұрыс емес сияқты. Өз объективті бір несімен қарайтын болсақ, жағымен қарайтын болсақ, онда дұрыс емес жағын қашанда айтқан дұрыс сияқты. Бәрімізге солай ыңғайлы деп ойлаймын. Жақсы. Мынадай жазбаңыз бар, қараңыз, сіз жазасыз. Әл-Фараби бабамыз 10-шы ғасырда жатып, бүгінгі қазақ билігіне баға беріп кеткен секілді деп, е? Мынадай жолдар бар ішінде. Ел билеуші надандықтың жолына түссе болғаны, ол міндетті түрде өзінің ойындағы арам пиғылдарын жүзеге асырудың жолдарын қарастыра бастайды. Сөйтіп оның қызметінде билікпен мансап, тәкаппарлықпен намысқойлық, байлықпен масайраушылық басты орынға шығады дейсіз.
Сонда сіздіңше біздегі билік өкілдері надан ба? Біраз бөлігі бойынша солай келісуге болады. Бұл жерде қараңыз, былай, Әл-Фараби ол шын. Әл-Фараби ол сондай билік жүйелеріне жалпы өзінің бағасын беріп кетті да. Сіз мына қоғамға, қазіргі біздің реальностымызға келіп, жаңағы нәрсені көріп тұрған кезде, сіз Әл-Фараби жоққа шығара алмайсыз. Ол мүмкін емес. Өйткені оның айтып тұрғанымен, мына жақтағы сіздің көріп тұрғаныңыз өкінішке орай айқын келіп тұр. Енді бұл Әл-Фарабидің қателеспесем 5-ші томында болу керек. Билік жайында жалпы сол халықтың руханияты жайында айтқан несі бар, трактаттар бар, сол жерде жазылған. Өте бұл тек қана басы ғана негізі, жалпы оны кішкене ізденіп қарайтын болсаңыз, әрі қарай тереңірек, ашығырақ нәрселер тауып алуға болады. Надандығының көрінісі неде біздегі билік өкілдерінің? Түсінбедім? Надандығының көрінісі неде біздегі билік өкілдерінің? Жалпы қоғамды сезіне алмауында біріншіден. Енді қазір жалпы мен қуанатын нәрсем, біз биліктің бір арнайы бағдарламаларынсыз ақ ұлттық идеология толыққанды жасалмаса да, бірақ біз өзіміздің кімдігімізді анықтап жатқан бір кезеңге келдік. Біраз кешігіп келдік, бірақ келіп жатырмыз. Енді осы орайда мен кешегі ғана қазақтар үшін жақсы жаңалық, Әзербайжан халқының кешегі соғыста жеңіске жеткенімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жалпы соғыс атымен бір жақсы нәрсе емес, дегенмен біз өзіміздің тарихымыздағы болған кейбір оқиғалардың бәрібір ақысын сұрауымыз керек. Бірақ мысалға қазақтар енді қатты бәлкім түсіне қоймаған шығар, не үшін ол жерде бізге әзербайжандардың жеңгені қажет болды, не үшін армяндардың бір таяқ жегені керек болды. Бұл тарихта қарайтын болсақ, мысалға Түркістан автономиясы, Түркістан өлкесінде біздің мемлекетіміз құрылған кезде соны басу үшін, жалпы осы Түркістан өлкелеріндегі халықтардың белсенділігін басу үшін кезінде қызылдар армян дашнақтарын осы Орта Азияға әкеледі дағы қырғын жасады. Енді оны армяндардың геноцид деп атай алмаймыз, бірақ армян жауыздығы деп атасақ болады. Өйткені қазіргі мысалға армян билігінің құрамындағы дашнак жатун деген несі бар, өздерінің партиялары бар, ұлттық партиялары, сол кездегі ең басты партия болған. Олар келеді дағы осы созақтан бастап Ферғана, Ташкентке дейінгі аралықтағы бүкіл аймақта толыққанды қырғын жасады. Ол туралы Тұрар Рысқұловтың Ташкенттегі шыққан кітабы бар, жаңағы Түркістанның тұрғылықты жергілікті халықтары деген сол кітабында ол жайлы анық ашық қылып әдемілеп тұрып баяндап береді бізге. Бірде-бір сау еркек кіндікті қалдырған жоқ дейді. Барлығын қырып дейді. Сол аймақта көзде алдарында жолыққан әйелдердің де дымын қалдырған жоқ дейді, қыздардың да дымын қалдырған жоқ дейді. Сондықтан біздің де бұл тұрғыдан бір сұрайтын бір ақымыз бар еді бұлардан. Сондықтан мен армян халқын, жалпы күллі түркі халқын осы бір жеңіспен құттықтағым келіп отыр сіздің эфирді пайдаланып. Жақсы. Жаңағы Әл-Фарабидің жазбасына қатысты мынадай жолдар бар ішінде. Көз бояушылықты билеуші де, оның қарамағындағылар да жан дүниесімен нағыз бақытқа санайды. Сөйтіп олар ел билеушіні қолдау арқылы оның көкейіндегі надандық пен білімсіздіктен туындаған мақсаттарының кейбіреулерінің орындалуына жағдайда туғызады делінеді. Сіз оны бөлістіңіз. 10-шы ғасыр, арада 11 ғасыр өтті. Біз сонда билеушілердің надан болатынын, көз бояушылыққа баратынын біле тұрып, неге әлі күн білім жолына бастап олар түзетуге тырыспайды қоғам? Өйткені Әл-Фарабиді көбірек оқып керек. Қазір Әл-Фарабидің жалпы ең атақты деген жаңағы қайырымды қала тұрғындарының көзқарастарын оқыған адамдар да жоқ халықтың арасында. Оны айтасыз. Егер оны былай танып білген кезде, жалпы бойға сіңірген кезде біз қоғам ретінде, енді сол Әл-Фарабидің өзі бір ұлттық идеологияның негізгі тұтқаларынан бірі болуы тиіс еді ғой кезеңінде. Бірақ бізге Әл-Фарабиге сонша көп уақыт немесе жаңағыдай материал ажыратылмайды, жаңағы оны бір жекеленген таныстырылмайды. Енді айналып келген кезде біз керекті өзіміздің үлесімізді ала алмай қалдық деп ойлаймын Әл-Фарабиде. Енді ізденіп жатқан жеріміз бар. Жақсы. Бірақ енді
Иә. Енді жаңағы билеушілердің надандығын деген нәрсесіне келісіп отырсыз, жақсы. Бірақ енді жалпылама айтқаннан гөрі жалқы атап айтқан әлдеқайда өтімді ғой қоғамда. Иә. Біздің биліктегі надандықтың көзіріне айналған 2-3 адамды атай аласыз ба, жоқ па? Былай атап берейін сізге. Сіз ана бір мен қалай путке кірдім деген жазбаны өткенде өзіңіз айттыңыз. Біз мына Қазақстандағы қалаларда кешірім сұраймын, Садық мырза. Ол жазбаны білеміз, бірақ менің контентім бүгін Садық Шерімбек ол кісі кім деп сұрақ қойып жатыр да. Көбісі жаңа саясат, экономикаға жаңағы бас бұрған азаматтар менің контентімде, ютубымды қарайды. Сіз сол мен қалай жаңағы неге кірдім деген нәрсені қысқа әңгімелеп бере аласыз, уақыт бар. Иә, әрине. Мен жаңағы сіздің билік өкілдері деген сұрағыңызға келе жатырмын. Біз бір үлкен жоба жасағымыз келді. Қазақстандағы үлкен қалалардағы және аймақтардағы балалардың білім алуына, және технологиялық білім алуына толық жағдай жасағымыз келді. Соның аясында біз мыңдаған студентті оқыттық. Білім алды, көбісі жаңағы университетті бітірмей жатып, банктерге, технологиялық біздегі компанияларға жұмысқа кіріп кетті. Және келесі жылы бізге ол жобаны әрі қарай жүргізу үшін бізге мемлекеттік қолдау өте қатты керек болды. Біз енді баспаған тауымыз былай шыққан кезде қалмады. Ана жаққа кірдік, мына жаққа бір кіріп шықтық. Әйтеуір барлығы енді істеріңіз жақсы дейді, қолдаймыз дейді, барлығы керемет дейді. Әйтпесе бізде уже жаңағыдай 1000-нан астам оқушы, то есть студент жаңағы білім алып қойған. Әрі қарай жай ғана жылжыту керек. Оны әрі қарай жылжытуға біздің ресурсымыз жетпей тұр да былай шыққан кезде. Сонымен кезекті бір жерге кірдік. Сонымен жаңағы ол жерден өкінішке орай барлығы жақсы деп шығарып салғанменен артынша 2 күн өткеннен кейін қателеспесем көмекшісі келіп, енді түсінесіңдер ғой жігіттер, бұл жерде енді бізде бала шаға деп жүрміз. Сондықтан мынанша сумманы кейін жайлап өзімізге әкеліп тастайсыңдар. Біз келіскен жоқпыз. Бұл әлеуметтік жоба біріншіден. Ол балалардың білімінің үстіне біз ақша жасау деген ол абсурд нәрсе екенін жеткізгенімізбен әйтеуір хабарласамыз ғой деді да, сонымен сол ой жоқ болды. Содан кейін бірнеше жыл өткеннен кейін енді жігіттер ұсталып кетті ішінде. Стоп, ол кім еді? Айтпай ақ қоюға рұқсат етіңіз. Айту керек. Жоқ, жалпы жекеленген жауларды, онсыз да жаулар көп, оны артқанмен ешқандай бір мағына көріп тұрған жоқпын да. Бірақ әйтеуір сондай жаңағы әңгіме айтып берем дедіңіз. Өз аузыңыздан. Аудиосын тыңдадық, мен көрген жоқпын. Кеттік. Иә, ол жалпы енді примерно осылай басталады. Сөзбе-сөз. Еғіміз келді. Иә, сөзбе-сөз ба? Жақсы. Біз осындай жобамызға қолдау қажет болып, әйтеуір баспаған тауымыз қалған жоқ. Бірақ біздің ондай жобаларды жалпы өткізуді, мемлекетке қалай ұсынуды біліп жүрген жігіттердің барлығы, сендерде барлығы нәрсе дұрыс, бірақ бір нәрсе ғана жетпей тұр деп айтады. Яғни біз ең негізгі процеске келген кезде үнемі шалыспаса беретін көрінеміз, ол жаңағы көтке көру деген процесс екен. Сонымен жарайды дедік, көтке де кіріп көрейік дедік. Оның үстіне жаңағы айналада енді баршылық көтке кіріп жүрген жігіттер айтты, одан жаман болып жатқан жоқ сияқты деп бір қараймыз. Сонымен жайлап бардық, жаңағы көтке кіреміз деп тұрған адамның кабинетінің алдына барып тұрмыз. Сөйтіп қараймыз, үлкенді кішілі, денесі үлкен деген адамдардың өздері жалпы алады ашып тұрып кіріп кете береді ішіне қарай. Соны біз түсінбей артында қарап тұрмыз, кезек күтіп тұрмыз. Жанындағылар енді нелер бар, жаңағы диссертация жазып жүрген ғалымдар болсын, ақындар болсын, басқалар болсын. Соны бір кезде менің кезегім келді. Сонымен жайлап жаңағы басшының несін ашып, жаңағы көтенін ашып, басын тұсқа бастадым ішіне. Бір кезде ол ойбай, не істеп кеттіңдер мына жақта деп жаңағы жаны ұшыра айғайлай бастады. Сонымен қараймын, не болып қалды деп жаңағы қолым әлі көтенінің ішінде тұр.
басымды шығарып, бәрі дұрыс па деп айналамнан сұрақ қоямын. сөйтсем бір көмекшісі келді да, ей, сен деген есалаң солай кіре ме екен? Адам деген бірінші кіретін кезде басын майлап кірмей ма? Қол аяғын майлап келу керек қой. Сен деген құр жаңағыдай қолыңды даже жумағасын, суламағасын солай кіріп жатсың, ана кісінің көтені ауырмай ма? Ол қалай кіргізеді сені деп. Сонымен тұр былай, мен саған көрсетіп жіберейін деп, жаңағы көмекшісінің өзі жаңағы кіріп бір кезде жоқ болды. Соның артынша мен де кіріп ішіне қарадым. Сөйтсем жаңағы ақындар, жазушылар, айтыскерлер, ғалымдар, имамдар біраз отыр екен. Ассалаумағалейкум деп жаңағыдай анау төрінде отырған жігіттер сәлем берді. Қош келдің арамызға деп. Сонымен қарадым, ол жердегі кезекпен қарасаңыз енді действительно адам көп, жағынып келіп тұрған адамдар көп. Сондықтан сол аналдың былайша айтқан кезде шетінен қайтуға тура келді. Өйткені бір кіргеннен кейін жаңа бірінші рет кіріп тұру керек ол жерге, тоқтаусыз кіріп тұру керек. Одан кейін оның шеңберінде болғаннан кейін енді бір бүлінгеннен кейін енді ол жерден шығып кету мүмкін болған жоқ. Сондықтан ол нәрседен біз кезінде отказ берген едік. Жақсы. Бұл қоғамның дерті ма, биліктің проблемасы ма? Мен бұған бір айқын анализ жасап бере алмаймын, шынымды айтсам. Өйткені бұл индикаторларды анықтау үшін біз әлі ситуацияның жалпы сырттан жалпы көрінісін әлі аша алған жоқпыз. Сондықтан бір жақты мысалға биліктік деп те айта алмайсыз, халықтық деп те айта алмайсыз. Бірақ мен білетін нәрсем, мына жүйе деген нәрсе көп нәрсені шешеді. Осы мына Финляндия деген мемлекеттен қатты мысалға алып жатамыз ғой. Бірақ бір қызығы Финляндияда мысалға осы бизнес тренинг деген сияқты, яки болмаса жаңағы технологиялық курстар деген сияқты нәрселер өте аз екен. Сонда мен ойладым, не үшін бұндай білім бұларда аз бола тұрып, бірақ Финляндия әлемдегі ең көп стартап шығаратын және ең сәтті стартаптар, технологиялық стартаптар шығаратын мемлекетке айналып кетті. Сөйтсек, бұлар технологиядан бұрын адамның өзін қалыптастырады екен да. Балабақшадан бастап, мектеп, университетте бүкіл Финляндия білім жүйесінің жасайтын жұмысы ол адамдығын қалыптастыру. Ана бір Майкл Мурдың деректі фильмі бар, сол жерде айтады жаңағы. Математика мұғалімінен сұрап жатыр да, сіз немен айналысасыз? Сабаққа келеміз, балдармен ән айтамыз, өмір жайлы әңгімелесеміз дейді. Тоқтаңыз дейді, сіздің мамандығыңыз не дейді да? Мен математика мұғалімі дейді да. Майкл Мурдың кәдімгі шаш төбесіне тіктіріп қойды. Сен математика мұғалімі, қалай сен өмір туралы әңгімелесесің дейді жаңағы оқушылармен. Ол деген олардың түсінігінде абсурд болып тұр ғой. Бірақ Финляндияның жағдайы солай. Олар адамдарды қалыптастырып шығарады. Адамдардың инновациясымен айналысады. Сондықтан ертең адам бір қалыптасып, бір идея келген кезде оған технология оған жұмыс істейтін болады. Ол технологияны меңгеретін болады. Сол кезде оңай болады. Ал біздегі жағдай қалай? Бізде керісінше, біз бірінші Қазақстанға бір технологияны әкелеміз дағы, шетелде мысалға жаңағыдай пәлен методикасы дейміз, не болмаса мынандай технология, одан кешегі цифровизация кезінде мынандай технологияны қазір енгізіп жатырмыз дейді дағы. Технологияны әкеп алады да, одан кейін адамдарды іздейді. Осы технологиямен жұмыс істейтін адамдар бар ма бізде деп. Керісінше болу керек ол. Адамды сіз дамытып аласыз да, одан кейін барып технологияны олар өздері әкелу керек негізінде, әсілінде. Сондықтан бізде жүйелік проблема сол жаңағы. Адам инновациясымен айналысқан жоқпыз. Адам инновациясымен айналыспағаннан кейін ол не әкелесіз, қандай заң әкелсеңіз де, қандай тұрғыдан технологияны әкелсеңіз де, идеологияны әкелсеңіз де, бәрібір ол сіңбей қалып кетіп жатады. Қараңыз енді, бірақ кеше пандемияның кезінде онлайн оқу керек болды. Біздің қолымызда технология жоқ. Аяқ асты шешім қабылдау керек болды. Ол қашан адам тәрбиелеп отырамыз? Енді сізге қызық айтайын. Жалпы мемлекетке қашықтан оқу бойынша негізгі платформалардан бірін ұсынған біз болдық. Естіген боларсыз, Дарын онлайн деген платформа. Біз мемлекетпен өте жақсы серіктестікте жұмыс істейміз. Қазіргі білім министрінің бізге қатты ұнайтын тұсы жалпы бұл кісінің ашықтығы болды. Біз жалпы осы жобамызды ұсынған кезде енді кішкене кері ойлар да болды. Ертең аналар ақша сұрасақ айтеміз, мынандай сұрасақ айтеміз деген сияқты. Бірақ қуанышымызға орай
ешқандай да артық ақша сұрап яки болмаса сендерді кіргізу үшін мынандай берулерің керек, бөлісулерің керек деген сияқты бірде бір әңгіме болған жоқ, және мен бұны сеніммен айта аламын. Сондықтан біз білім министрімен жалпы осы уақытқа дейін енді басқа министрліктермен жалпы технология саласында, білім саласында, медиа саласында жүрсек те олай жұмыс істеспеген едік. Бірақ біз осы жолы шынымен жұмыс істесіп бастадық. Және шын мәнінде қазіргі білім министрлігінің жұмыс істеп жатқан жұмысына кәдімгі жанашыр көңілмен бар немізді, үлесімізді қосып жатырмыз әйтеуір балалардың білімі үшін. Бірақ қараңыз, бізде әлі бәрі зумды пайдаланады. Қайда отандық дүние? Бұл жерде екі мәселе. Мектептердің көбісі мектептердің өздеріне ерік берілген, оны алу немесе алмау. Біз білетініміз әйтеуір біздің жобамыз республикааралық қамтыған кезде тіпті қателеспесем 10-20%-ға да жетпейді мектептердің алғаны. Бірақ біздің мектептер қолданып жатыр. Дәл қазіргі уақытта қателеспесем 500 мыңнан миллионға дейінгі оқушы әйтеуір кіріп білім алып жатыр күнделікті. Басқа платформаларға мен жауап бере алмаймын. Жақсы, сол үшін ақша аласыздар ғой министрліктен? Мен ол нәрсе менің жұмысым емес, ол біздің басшылықтардың неғылғаны. Біз басында ол проектті 490 бойы толыққанды тегін қылғанбыз. Біз одан кейін де ол тегін болады деп ойлағанбыз. Тегін беруге дайын болдық. Қателеспесем, ол министрліктің өз тарапынан жасалған ұсыныс болуға тиіс. Жақсы, сіздердің жобаларыңызды қолдағаннан кейін ғана Асхат Аймағамбетовті мақтап отырған жоқсыз ба? Жоқ. Мен енді ол кісінің оған дейінгі жалпы қызметтерінен хабардармыз. Бірақ жалпы қазір енді шыны керек, қараңыз. Біз толыққанды тегін кезімізде де жалпы бізді нарыққа кіргізді. Сонша кедергілер болды әйтпесе. Біз ол нәрсе үшін тек сыйлаймыз. Және жұмыс, ол кісінің қазіргі істеп жатқан жұмысын енді өзіңіз де өткенде сұхбаттарынан көрдіңіз, сұхбат жасадыңыз былайша айтқан кезде. Жүйелі, осы уақытқа дейін, енді мына нәрсе бар да, Нартайға. Осы уақытқа дейін Қазақстанда білім министрлігі 17 ретті ауысты, білім министрі. 30 жылдық мемлекет үшін 17-18 рет білім министрі ауысу деген нәрсе ол халықтың топастануы ғана. Бір себебі осы да, ол жаңа сіздің айтып отқаныңыздың. Өйткені ешқандай реформа соңына дейін жетпейді, өз орнына керекті білікті адам келмейді. Егер мысалға бұл жоба болмаса да, біз толыққанды қолдаймыз. Себебі әйтеуір сонша жылдан бері бір алыс туннельдің соңынан андай жарық көрінген бір момент осы болды деп есептейміз. Бағана сіздің әңгімеңіз бар ғой, енді біреудің бір жеріне кіру деген. Сол жерге кірмей-ақ мәселе шешу мүмкін бе Қазақстанда? Дәл кешегі біздің жағдайда солай шешілді. Жақсы. Демек белгілі бір деңгейде ол болатынына енді қазір көзіміз жетіп отыр. Қараңыз, сіз Қазақстанда білім жүйесіне байланысты берген бағаңыз есіңізде ме? Мектепті құтқарып қалуға болады, ал университеттер деп басталатын. Иә. Цитата жасай аласыз ба? Дәлме-дәл цитата жасай алмаймын. Мектепті құтқарып қалуға болады, ал университеттер дәретханадағы ең алғашқы нәжістің деңгейіне кетіп қалған деп ойлаймын дедіңіз. 2019-да. Ол кезде Асхат Аймағамбетов министр еді. Енді ол кісінің қол астындағы университеттерге сондай баға бере отырып қалайсыз, ол кісіні мақтайсыз? Бұл енді Асхат Аймағамбетовтың проблемасы емес. Бұл оған дейінгі болып жатқан жалпы. Сізге бір қызық феномен айтайын. Қазақстандағы абсурд статистикалар деген бөліммен арнайы белгілеп қойсаңыз болады. 2005 жылдары жаңағы университет ең бірінші рет жаңағы сондай өтірік университеттерге бір тазалық жүргізілген кезде Қазақстан Республикасында 2000 студенттердің саны 1500-2000-ға азайған. Өйткені жаңағы өтірік университеттерден шығып кеткен, өтірік студенттердің барлығы шығып кеткен, әйтеуір студенттер саны 1500-2000-ға азайған. Бірақ дәл сол жылы Қазақстандағы ірі қара малдың саны 1500-ға көбейген. Ал?
бұның абсурды сол жаңағы. Сонша студент мысалға енді жан жақтан әртүрлі қиястап келтіре беруімізге болады, бірақ қанша студент жаңағы өтірік оқыған, жаңағы өтірік малын береді, жаңағы ауылдағы сиырын сатады, басқасын сатады деген сияқты. Ол сол кездегі келе жатқан проблема ғой айналып келген кезде. Жақсы. Қараңыз, жаңа малын береді, басқасын береді деп жатыр студенттер, иә? Иә. Сізбен біздің замандастарымыз, олар неге ақша бермей, мал бермей, өз білімімен оқымайды? Әлде жетпей ма? Ақылы. Жалпы қазір грант алу деген ешқандай проблема емес. Мәселе қазір білім алу мәселе. Білім алу проблемасы. Бір секунд. Біздің түсінігімізде грант алған бала ол өте білімді бала емес пе? Білімді бала, бірақ қараңыз, мектепте сол баланың орта есепті бір несін қарайтын болсақ, индикаторын қарайтын болсақ, жоғары болаттағы ол бала университетке түскен 5 жылдан кейінгі есебіне қарайтын болсаңыз, дәл бастапқы нүктеден әлдеқайда төмен шығады. Халықаралық нелер бар, зерттеулер бар айналып келген кезде. Неге? Себебі университеттік білім жүйесі біздегі жаңағы өзіңіз тілге тиек еткендей боқтың деңгейінде жатыр қазір. Бірен саран университеттер ғана айтылатын. Аймақтық университеттерде мүлдем не жоқ, үміт жоқ. Оларға толыққанды кәдімгі астын қопарып тұрып, содан реформа керек, басқа бір жаңағы бетін бояп, соны қайттан шығару ендігі әрі ол жарамайды. Жақсы. Біздегі дарындыларды шетелге жіберіп оқытатын болашақ бағдарламасы керемет па, жоқ па? Бағдарламаның идеологиясы өте керемет, бірақ соңғы ол жақтан келіп жатқан өнімдерге мен өкінішке орай жақсы деген баға бере алмаймын. Біріншіден, біз жалпы өзіміз, біз Қазақстанда, біздің команданың былайша айтқан кезде барлығы Қазақстанда оқыған жігіттер, барлығы осы елде білім алған, әйтеуір сырттан қарап, сырттан жаңағы курстар оқыған балдар, әйтеуір бірақ осы елде болды, осы елде бірақ басқа әйтеуір сырттың несін, тәжірибесін әйтеуір бір игере алды. Және жігіттер бар, қыздар бар, сырттан оқып келген, басқа елде оқып келгендер. Бірақ біз ойландық. Бізде осы соңғы 3 жобамыз, мысалы үшеуі де толық сәтті жоба болды деп айта аламыз. Одан алдын біреуін қоссақ та. Және барлығы жаңа массаға арналған, барлығы көпшілікке арналған. Бірақ біз ойландық, не үшін сонша мысалға 10 мыңдаған жастар шетелден оқып келеді дағы, олардың біреуі де Қазақстанға жалпы массалық көпшілікке арналған проект жасай алған. 10 мыңдаған студент, оның ішінде жаңағыдай өздері оқып келгендер бар, болашақпен оқып келгендер бар. Ешқайсысы әлі мысалға дәл қазіргі біздің Қазақстандағы жігіттердің жасап жатқанындай ондай жоба жасай алған. Кейін мүмкін бірдеңе дұрыс істеп жатқан жоқ шығармыз. Біз мүмкін бір нәрсені жаңа су астындағы бір тастарын білмейтін шығармыз. Аяғымыз кесетін нәрсе бар екен білмей келе жатқан шығармыз деген. Сөйтсек, ол жерде бір ғана нәрсе біздің айырмашылығымыз екен. Яғни біздің Қазақстанда сәтті жоба жасап жүргенімізбен олардың жобалары не үшін сәтсіз болып жатқанының бір ғана факторы, біз өзіміздің қолданушыларды, өзіміздің халықтың танымын былайша айтқан кезде жақсы білеміз. Сол ғана фактор. Біз өзімізді білеміз, жай ғана бұл. Сырттан оқып келіп жатқан балалардың ең басты қателігі мынау. Мен оларды әдетте мына Сауди Арабиясында дін оқып келген жігіттермен салыстырамын да. Олар да сол жақта Сауди Арабиясында оқып келеді да, Қазақстандағы жергілікті менталитет, салт сана, сол нәрсеге қарамай, әйтеуір ана жақтағы әкелген білімді тікелей осы жаққа тықпалауға тырысады. Және ол сәтсіз болады. Біздің Еуропадағы, Америкада оқып келіп жатқан жігіттердің де басты проблемасы сол. Мына жақтағы біздің қоғамдық танымды, құндылықтарымызды сезінбей жатып, білмей жатып, мына жаққа бір жоба істегісі келеді. Сол жақтың үлгілерін бізге тікелей әкеліп тығып қойғысы келеді. Жақсы. Олай ешқашан болмайды сізге. Жақсы. Дін деп қалдыңыз ғой. Өткен аптада бүкіл халық шулады, көрдіңіз, Мұхамеджан Тазабековтің айтқанын.
Сәләфизм деген секта екен, мен қателесіп жүріппін, мен бәрін тастадым, мен енді матуридемін, болды, бітті деді, тоқтадым деді. Сіз қандай баға бересіз? Дін туралы да біраз жазасыз ғой. Мен былай ойлаймын. Адам кез келген қоғамда ол дін, наным, сенім еркіндігіне ие болу керек. Ол адамның ол басты өзінің ақысы, былайша айтқан кезде. Егер Мұхаммеджан аға өзі шынымен соны түсініп, сол нәрсенің шеңберінде жаңағы ізденіп, одан кейін жаңағы ол дұрыс емес екенін, мен мынаған келдім деп кәдімгі ақылмен келіп отырған болса, онда тек қана Мұхаммеджан ағаны құттықтаймын. Бірақ Мұхаммеджан аға жаңағы халықтың несінен, жаңағы ызасынан, халықтың оның жаңағы қанша уақыттан бері жаңағы таяқтап жатыр, бастап жатыр, сол нәрсе арқылы күштеліп жаңағы сенім, то есть ақидасын өзгерткен болса, ол нәрсені құптай алмайды екен. Ол белгілі бір деңгейде біздің қоғамның кішкене қатуланып бара жатқандығы сияқты. Жалпы бір адамның сенімін жалпы күштеп өзгертуге болмайды деп есептеймін. Бұл базалық адами құндылық. Сіздіңше сәләфизмге де еркіндік беру керек па біздің қоғамда? Жоқ, бұл жерде жалпы біз қоғам ретінде жаңағы анықталу деген нәрсе бар да. Қоғам ретінде біз өзімізге не керектігін білуіміз керек, және сол бағыттан әйтеуір таймай сол бағытта ізденуіміз керек. Ол салафизм бола ма, жаңағы яки болмаса жаңағы пәкістандық бір не бола ма, ұйым бола ма, ол нәрсе алмасып келе береді. Жаңағы қоғам болғаннан кейін ол жерде аласы бар, құрасы бар, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бірақ күш бойынша жұмыс істеу, енді күштеп оны енгізу дұрыс емес. Идеологиялық нәрсе келді ма, оны идеологиямен қоғамның ішіндегі өзінің қалыптасқан бір иммунитетімен ол нәрсе шығарылып тастау керек деп ойлаймын. Жақсы. 2016 жылғы 6 қаңтарда жазған жазбаңыз, оны қайтадан репост жасадыңыз ғой, жаңа айтып өттім. Сенің және менің бір жерімдегі жаражайым, немесе нақой бізге шындық дедіңіз. Не үшін жаздыңыз? Өйткені жалпы сол кезең кез келген бір бізде кез келген адамның бір әйтеуір өз бағасын бір орнықтыру үшін, өз-өзіне дәлелдеу үшін әйтеуір шындық деп аталатын бір абстрактты дүниені алып, сол нәрсені әйтеуір айтуға тырысып кеттік деймін. Бәрімізге айқын нәрсе, жай ғана ары қарай оның шешімін іздейтін моментте біз сол шындықты айғайлаудан жарысып кеттік, былайша айтқан кезде. Айтпауымыз керек па? Айтпауымыз керек емес. Әр айтылған шындықтың ар жағында оның бір әкшіні болу керек. Мысалы? Қазақстанда мысалға білім жоқ, білім деген осындай болып жатыр дедіңіз ба? Демек, сіздің қандай да бір үлесіңіз болған дұрыс. Сол саланы жақсартуға, сол саланы дұрыстауға. Жоқ, қараңыз, сіз жазасыз енді. Таксистен бастап шенеунікке дейін әрбірі жаңағы кез келген адам текте жаратылыс шындықты айтуды өзіне парыз етіп алған дейсіз. Мысалы, білім саласы болмаса үлкен билік жүйесіне қатысты қарапайым, мәселен таксистің қосқан үлесі үлкен бір терең білім болмауы мүмкін. Демек ол билікті, білім саласын, экономика басқан сынамау керек па, мүлдем білмесе онда? Бұл жерде бір қоғамдық психологиялық фактор айналып келген кезде, мысалға сол кездегі Фейсбукта қарайтын болсаңыз, мүлдем бір қатысы жоқ, жалпы күнделікті бос отырған біреу өзінің ішіндегі бір бостықты толтыру мақсатында сол нәрселерді айтып бастайды. Бұл нәрсе дұрыс емес. Негізі байқасаңыз, менің көп жазбаларым жалпы өзімнің замандастарыма қарай бағытталады. Былай да, таксист болсын, охранник болсын, яки болмаса жаңағы кез келген арбакеш болсын, егер білім проблемасын сынап жатса, егер өзі тікелей оған әсер ете алмайтын болса, ең құрығанда өзі білім алып бастау керек оны. Білім саласына қосқан үлес.
қуантарлық нәрсе деп айта алмаймын. Жақсы. Мына нәрсе, Садық мырза, сіздің жазбаңыз ғой, 28 ақпанда, иә? Мен сізге оқып берейін. Былай дейсіз. Құлағалы жатқан нәжіс толы әжетханаға тесігінен жоғарғы жаққа сығалап тұр. Бейшара біздің қоғам. Неге бейшара? Қайталап оқып жүресіз бе? Мен естімей қалдым. 28 ақпандағы сіздің жазбаңыз. Төбесінен түсіп жатқандарға қарап тұрып, ғибадат үшін дәрет алып жатыр. Таза дәрет алғысы келеді, бейшара. Құлағалы жатқан нәжіс толы әжетхана тесігінен жоғары жаққа сығалап тұр. Бейшара біздің қоғам дейсіз. Неге? Есімде жоқ, қандай да бір оқиға болған болу керек сол кезде. Мен соған байланысты жазған болуым керек. Дәл қазір ол оқиға есіме түсіп тұрған жоқ. 28 ақпаннан бері біраз нәрсе өтті. Бірақ енді, видимо, шынымен сондай күй болғаны болып тұр ғой. Менің көзқарасымда. Бейшара қоғам деген қандай сіздің көзқарасыңызда? Әр қанша рет мысалға көңіл қалса да, бірақ бәрібір үміттене түсетін бар ғой. Бәрібір сол үмітін жоғалтпайтын да. Негізі бейшаралық қой бір жағын. Ол біздің қоғамның бойында бар ма? Әрине, біздің қоғамның бойында бар ол нәрсе. Сол нәрсе болғаны үшін кейде ойлаймын, біз әлі қоғам болып тұрған шығармыз деп. Егер ол нәрсе болмаса, қазір білмеймін, бәлкім шаршап кететін бе едік, бәлкім қазіргі мына жерде бір анархия орнайтын бе едік, кім білсін. Жақсы. Сіздің 8 ақпандағы жазбаңызды қарадым да, дін туралы айттық қой. Сіз былай деп жаздыңыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіттерін әлі Алла үйі деп есептейтін болса, онда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті еш күмәнсіз Алланың ұйымы дейсіз. Демек, сізіңше КМБ мен КМБ-да бірге ме? Ол нәрсе меніңше емес, жалпы ол енді анық нәрсе ғой. Бізде енді жақсы жаман ұлттық қауіпсіздік комитеті білім, жаңағы немен, діни басқармамен өте тығыз жұмыс істейтіні анық. Оны бір жаңағы кері бір кейспен қарауға болмайтын сияқты. Имею в виду, дәл сол кездегі контекстін алып қарайтын болсақ, дәл сол кезде бір не ауысып жатты, әйтеуір. Бір маман келді ма, жаңағы қауіпсіздік комитетінің бір нелері, мамандары келіп, бір сабақ өткізіп кетті ма, сондай кезеңдер болды. Сол кезде жазылған болу керек. Енді қанша жұмыс жасап жатыр ғой, былай шыққан кезде. КМБ-ның дінге араласу дұрыс па, жоқ па? Идеологиялық тұрғыдан белгілі бір моменттерде бәлкім дұрыс шығар. Бірақ жалпы діннің өзінің таза табиғатын алып қарайтын болсаңыз, ол нәрсе мемлекеттен бөлек тұру керек. Онда мемлекет неге қол сұғып отыр? Мен білмеймін. Жақсы. Жалпы дін деген өте жақсы әсер етуші фактор ғой, халыққа айналып келген кезде. Сіз намаздасыз ба 5 уақыт? Жоқ, мен намаз емес. Жақсы. Сіздің қазақ тілі туралы жазбаңыз біраз шу болды, білесіз, иә? Мен қорытындысын қарадым тек. Сәлем, мен қазақ тілімін, мен әлсіз бейшара тілімін, менімен сөйлемеуге де болады, деп келіп соңында еске алу келсе оқылмайтын ескі кітаптардан іздеп көрерсің. Молам сонда болар болса деп аяқтайсыз. Сіз қазақ тілі туралы жазып отырсыз ғой енді. Сонда бітті ме қазақ тілінен үміт үзейік па, жоқ па үміт? Жоқ, бұл памфлет деген нәрсе ғой, айналып келген кезде. Жалпы, білесіз ба, бұл нәрсені былай талқылап көрейік енді. Жалпы сұхбаттың өзі бір екі түрі ғой, негізі кәдімгі сұхбат бар, одан кейін бір дидар ғайып сұхбат бар ғой. Сізбен сұхбатымыз барынша дидар ғайып болсын деген бір ниетімді. Мына тіл деген нәрсе бұл картада әсілінде халық танымының картасы. Халық қанша нәрсе ашты, оның барлығына белгілі бір атауын беріп отырады. Баяғыда мен ойлаушы едім, мына қазақта жылқыға байланысты 500 термин бар деген кезде, не деген мусор ол деп ойлайтын, не деген қоқыс ол.
адам сонша нәрсеге бір 500 термин бола ма деп. Бірақ кейіннен жаңағы терминдермен жетік таныса бастаған кезде ол нәрсенің қоқысы емес. Ол нәрсенің мамандардың жалпы қолданылатын сол сала бойынша өте терең маман адам қоғамның қолданатын бір терминдер екеніне көзіміз жетті. Яғни мысалға қарапайым жылқының үстінен шығатын тердің өзінің бір 7 түріне дейін ба кездеседі, қателеспесем. Аттың шабысына қарай бір 5-6 түріне кездеседі. Яғни солардың барлығына мына қоғам, қазақ қоғамы өзінің негізгі саласы болғаннан кейін атау беріп отырған. Яғни басқа халықтар ашпаған бір танымның, бір саланың картасын бұлар тіл арқылы ашып соған атау беріп отыр. Мысалға, ағылшын тілін алып қарайтын болсақ, олар үшін, яки болмаса батыстың кез келген жаңағы тілдерін алып қарайтын болсақ, олар үшін жылқының терісінің бір ғана түрі бар. Оны жаңағыдай ақ тер, көбік тері деп, басқа тер деп атамайды. Тек қана бір тер деп қана атайды. Мысалға, жылқының шабысына байланысты жаңағы шаң тимес, көк боран деген сияқты нелері бар, атаулары бар, бірақ батыс халқында олай бір арнайы атау бермеген оған. Яғни біз тіл арқылы неге жетіп отырмыз? Тіл біріншіден бізге жаңағы атау берілген процесі бізге білім әкеліп жатыр біріншіден. Яғни мысалға бір жылқы, бір ат қорада тұрып өзімен өзі көбіктер болып жатса, батыстағы бір адам одан жай ғана бір тер көреді. Ал біздің аталар, яғни біз болсын, одан көбіктер көреміз. Өзімен өзі тұрып, оның үстіне көбіктер шығып жатса, демек жылқының бір проблемасы бар. Ол өлейін деп жатыр деген сөз. Яғни сізге ол жылқының ауру болып жатқанын білу үшін арнайы ветеринарлық білім керек болған жоқ. Сіз тілдің шеңберінде жаңағы сөзді, жаңағы анықтаманы білгеніңіз үшін ғана былайша айтқан кезде жаңағының ауру екенін біліп отырсыз. Сол секілді көптеген моменттер бар. Мысалға, қазіргі біздің енді жаңағы жазбаны жазған кезде біздің бір үлкен шара, қателеспесем, бастан аяқ орыс тілінде өтті. Одан кейін жастар шықты, жаңағы белсенді жастар өздерінің саяси белсенділіктерін айтып, бірақ ешқайсысы ана жерде жарты бір қазақ тілінде сөйлемейді. Сондағысы менің айтқым келгені, мысалға, сіз Нартай мырза өзіңіз жалпы тілдің маманысыз. Мысалға, біз қалап едік деген сөздің орысшасы қалай? Мы хотели бы. Мы хотели, дұрыс па? Біз қаладық дегеннің орысшасы қалай? Мы хотели. Да, екеуі де мы хотели болып тұр да. Бірақ сіз ол мы хотели деген сөзді өз контекстінен неге ішке кіргізетін болсаңыз, қазақ тіліне кіргізетін болсаңыз, біз қалап едік және біз қаладық деген сөздің арасында не деген үлкен жүк бар екенін жақсы білесіз, дұрыс па? Орыстар үшін екеуі де мы хотели деген болып кетеді. То есть мұндай тонкий моменттер, яғни халықтың өзінің ғана танымына түсінікті өте нәзік сәттер өте көп. Мысалға, қазіргі таңда біздің Қазақстанда жаңағы әйелдер теңдігін сұрап жүрген көптеген мысалға азаматтарымыз бар. Тұрады мысалға жаңағы не дейді? Все люди сестры деп айтайық дейді. Все люди братья деп айтайық, все люди сестры деп айтайық. Немесе жаңағы не үшін Құдайды он деп айтасыңдар? Неге оны ана деп айтпайсыңдар дейді мысалға. Мен айтамын, қызым деймін да, сенің айтып жатқан проблемаңның барлығы, сен қазақ тілінде сөйлей бастасаң, қазақ тілінде ойлана бастасаң, өзімен өзі шешіліп кететін нәрсе. Қазақ тілінде ойлана бастады, сенде все люди сестры деген нәрсе болмайды. Сенде барлық адамдар бауырлар дейсің сөз жоқ. Яғни барлық адамдар бауырлар деген кезде біз бауырды әрі ұлға да, әрі қызға да айтамыз. Немесе жаңағы Құдай не үшін он немесе ана деп айтып жатсың, неге не деп айтпайсың жаңағыдай, оны әйел деп айтпаймыз дейді. Сен кел, қазақ тілінде ойлана бастасаң, Құдайдың жаңағы жынысына байланысты да проблемаң шешіледі. Өйткені біздің тілде ол деген сөз бар, оның жынысы жоқ. Яғни жаңағы айтып отырған жыныс тартылысына, жыныс аралық жаңағыдай бір проблемаларға нүкте қояды да. Сондықтан бұл жерде мен айтам, Қазақстанда жаңағы мынандай проблемалар бар деген кезде, бұл фундаменталды біздің танымымызда ешқашан әйел мен ердің арасындағы бір бөлінушілік, яки болмаса оларды кемсіту деген сияқты мәселе болған жоқ.
қазіргі біздің қоғамдағы мына Ұлжалғас, Ұлбосын деген қыздар уже ұялып бастады өздерінің атынан. Мен осы жерде сол қыздарға бір нәрсе айтып кеткім келеді да. Қыздар, өздеріңіздің аттарыңыздан ұялмаңыздар. Ол Ұлжалғас, Ұлбосын деген ат негізі кейіннен бәлкім бір контекст өзгерген болса да, оның түпкілікті мәніне қарайтын болса, онда ол ешқандай бір қиын ұялатын атау емес екен да. Осы мәселеге байланысты мен қарадым да, біздің қазақ сонша деңгейде бір әйелді құрметтемейтін сондай халық болған жоқ қой деймін да, өзінің ежелгі несінде. Жақсы. Танымында. Аяқтай салайын, рұқсат болса. Сонымен бұның жауабы мына көне түркі жазбаларындағы күлтегін яки Тоныкөк жазуларынан табылды да. Ер оғлың құл болмасын десең, қыз оғлың күң болмасын десең деген бірнеше сөйлемдер бар екен да. Яғни ұл деген сөз бізде ол қыз ұлды емес, баланы емес, жалпы ұрпақ дегенді білдіреді екен. Ұлжалғас деген ұрпағың жалғассын деген сөз. Ұлбосын деген ұрпағың болсын деген сөз. Ұлдана деген ұрпағың дана болсын деген сөз екен да, айналып келген кезде. Ал бұны жаңағы орыс тілді біздің белсенділеріміз қатты зерттей алмайды да, зерттемейді да, соның сыртынан былайша айтқан кезде не шығарып, жаңағы таным шығарып жүр да. Жақсы. Ол нәрсе қатты қынжылтады. Ұл мен қыз туралы көп айттыңыз ғой. Сіз феминистсіз ғой? Мен былай айтайын. Жалпы феминизмді ағым ретінде емес, ұғым ретінде қабылдағым келетін адам. Бұл нәрсені, егер дәл осы тақырыпты Алашорданың кезеңіне апарып қарайтын болсаңыз, ең бірінші көтерген, заң тұрғысынан көтерген бізде Әлихан Бөкейханов болды. Ер мен әйелдің былайша айтқан кезде құқықтарын теңестірді. Заң жүйесінде. Сондықтан бұл ер мен әйелдің бір жаңағы бір мантықты түрде, рухани түрде ол бір тең болу керек, заң аясында тең болу керек деген нәрсе. Ол бір арнайы бір ағым ретінде ол қарайтын емес, жалпы бұл стандартты адамның адамгершілігінің ішіндегі нәрсе деп ойлаймын. Жақсы. Оның үстінде, иә. Қараңыз, қазақ айтады, әйел еркектен бір сәт төмен тұру керек, қатын бастаған көш оңбай, байтал шауып бәйге алмайды дейді. Феминизм қазақтың ұғымына қарсы болып тұр ғой. Жоқ, бір саты төмен деген нәрсе жалпы ол діннен келетін нәрсе бізге. Байтал шауып бәйге алмас деген, олардың барлығы бір негізі функциональный тұрғыдан қарау керек сияқты бұл нәрсеге. Енді мысалға пәленбай балаңыз бола тұра қызыңызды жаңағы не киіндіріп үстін басына дулаға киіп енді жауға жібермейсіз ғой. Бірақ өтірік емес, арабтың қыздары кезінде күң болып топыраққа батып жатқан кезде біздің түркінің қыздары ел басқарып жүргенін жоққа шығармаймыз. Сондықтан енді аралық ондай бір нелер болуы керек, болып тұратын шығар енді, біреудің айтқаны болуы мүмкін, әйтпесе деген ондай сөз көп қой енді. Қазақта. Тіл дегеннен шығады. Сіз президенттің Наурыздағы жаңағы үндеуінің суретін салып қойдыңыз да, жазып қойдыңыз астына. Мемлекет басшысы мәлімдемесінің орысша нұсқасы басталғанда өткізіп жіберіп отырғандар қол көтерсін дедіңіз ғой. Демек, сіз президенттің орысша сөйлеуіне қарсысыз ба? Жоқ, мен ғана емес. Жалпы қазір бір қызығы, жаңағы жазбадан кейінгі қазіргі қоғамды қарайтын болсақ, мысалға сізбен бізден кейін бір 4 буын дүниеге келді. Орысша мүлдем түсінбейтін, орысшаны мүлдем сезінбейтін. Тағы бір 2-3 буыннан кейін қазақ қоғамы тіпті орыс тіліне мүлдем ол қажеттілік болмайды. Қазақстандағы орыс тіл мәселесін демографияның өзі-ақ шешіп тастайды негізінде. Ол мысалға қарсылық емес, жай ғана қажет емес болып қалды. Президенттен кездессеңіз осыны айтасыз ба? Мүмкіншілік берсе айтатын едім. Онда неге ол кісілер қолданады екінші тілді? Ол нәрсенің өкінішке орай жауабына мен қатты ізденіп көрмеппін. Жақсы. Қоғам ретінде бір сезінетін бір жауабымыз болуы мүмкін, бірақ енді түсінікті ғой. Қандай? Саяси, сыртқы саяси факторлар, одан кейін ішкі бір тұтастықты
қалдырғысы келетін шығар. Бірақ мен мына нәрсеге қатты келіспеймін. Мысалға, мен әке ретінде мысалға өзімнің баламның өз танымында, өз халқының танымында өскенін және сол бойынша білім алғанын мысалға қалаймын. Садиктерде болсын, мектептерде болсын. Мен 90% мысалға енді биылғы статистика бойынша қазақ тілді қазақ мектептеріне барған балалардың саны қанша деді? Әйтеуір 80%-дан анық жоғары екенін білемін. Демек, бұл күйде, яғни дәл осы жағдайда 80%-дан астам қазақ тілді балалар, қазақ қоғамы келіп жатқан кезде сіз оның сұрағанын бермеу, ол өте үлкен абсурд болып кетеді бұл жерде. Жақсы. Қараңыз, сіздің керемет жазбаңыз бар, мынадай цитата бар жолында. Бүгінгі Қытайдың жауыздығы һәм қас әрекеттерін дәл солай ауыздарынан сулар құрып тұрып медиада айтып жүргендер де дәл сондай сатқындар деп ойлаймын дедіңіз. Демек, Қытайдың лагерлеріндегі мұсылмандардың көріп жатқан қиындығын айтып жүргендердің бәрі сатқын ба? Бұлай айтайын сізге. Бұл нәрсенің мен кері эффектісін айтып жатырмын. Жалпы ол ақпараттандыру деген нәрсе дұрыс. Қиналып жатыр, басқа қылып жатыр деген нәрсе. Бірақ дәл оны жаңағыдай майын тамызып тұрып, көзге көрсетіп тұрып, ол былай істеді, олар былай істеді, олар былай қылды, Қытайлар деген, олардың кейбіреулерінің айтып жатқан кезде, олардың дерті жаңағы мұсылмандардың сол жақтағы түркі бауырларымыздың қиындықтарын айту емес, Қытайлардың қалай қинайтын бір ұлылығын айтып жатқан сияқты бір контекстте көрініп қалады да, сол нәрсеге мен қосылмаймын. Және солай айтатындарды, тоқтамай айтып келе жатқандардың көбісін белгілі бір деңгейде сатқын деп қарастыруға болады. Олай қарапайым мысал, бейбарыстың жағдайын қараңыз. Тарихшы келеді да, жаңағыдай моңғолдар деген, пәленше моңғолдар деген, ой, аямайды, қырмайды деген кезде, сен бізге халықтың рухын алу үшін келіп отырсың дейді. Сен рухын жоғалту үшін келіп отырсың дейді. Алдыңдарда зынданға түссеңдер дейді. Тек қана сол кімді Қытайды, то есть жаңағы моңғолдарды жеңгеннен кейін ғана барып әлгі тарихшыны зынданнан шығарады. Жақсы. Біз үшін осылайша ең қорқынышты құбылыс Қытайға айналып дейсіз, сатқын дейсіз. Бірақ онда неге сол жақтағы сол бір проблемаларды айтқан адамдарды біздің қоғам керісінше батыр санайды? Жалпы қазір бізде ол тек қана ол емес. Кез келген бір проблеманы айтқан адам батыр бізде. Оны тек бір ғана адаммен шектеп қоюға болмайды деп ойлаймын. Просто ана жерде енді шыны керек, ол келісеміз, ол жердегі болып жатқан проблемалардың бар екенін, басқа екенін келісеміз. Бірақ енді шынында да жаңағы олардың жауыздығын бір сүйсіне айту деген нәрсе енді ақылға сыймайды деп ойлаймын. Қазақ қоғамында батыр болу онда неге сонша оңай болып кетті? Былай ғой, сізге айтайын. Бізге осы уақытқа дейінгі феномені бар ма осының? Жалпы осы уақытқа дейін не үшін қазір біздің азаматтарымыз жалпы бір ерлікке талпынып жүрген сәті де қазір. Мысалға, ең көп оппозиционерлер менің әкеммен қатарлас, менің әкеммен жасты адамдар. Өйткені олар кеңес үкіметі кезінде бір сығылып алды. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін өздерін көрсетуге, іштерін ашуға мүмкіншілік болған жоқ. Сонымен бұлар алып та қазір 50-ден асқаннан кейін енді ғана оянып, енді ғана бірдеңе деп жатыр. Негізі бұл толқынды біз әлі дұрыс бағасын бере алмай жүрміз. Байқасаңыз, сыртқа қарасаңыз, ол жастардан көрі, кешегі мысалға митингтерде шығып жатқандарға қарайтын болсаңыз, жастардан көрі сол 50-ден асқан ағалар өте көп. Оларға ешқашан өздерінің дауысын шығаруға мүмкіншілік бермеген. Енді олардың ішіндегі нәрсе жиналып бір үлкен энергияға айналып, жаңағыны шығарып жатыр да енді қазіргі таңда. Сол сияқты бізді жалпы қоғам ретінде бір батырлық феноменге о баста ешкім үндеген жоқ, шақырған жоқ. Біздің замандастарымыздың айналасынан шынында да батырлар шыққан жоқ. Яғни сол бүкіл халықтық деңгейде ешқандай бір қолға ұстар батырыңыз, жаңа заманның бір батыры, жаңа заманның бір жазушы, жаңа заманның бір көсемі болмаған кезде кез келген
дауысы қатты шығатын адам айналып келген кезде ол қоғамда бір батырға немесе сондай бір тұлғаға айналып кететін. Жақсы. 12 наурыздағы жазбаңыз есіңізде ме? Есімде жоқ болу керек, бірақ есіме түсірсеңіз тыңдайын. Тілге қатысты. 2 аптадан бері әйеліммен сүйісуден бас тартқан мамандығы Қытай тілі. Иә, сол кездегі жағдайларға байланысты еді. Отбасылық проблема ма, тілдік проблема ма? Жоқ. Ол абсурдтық жазба болған. Естеріңізде болса, сол жаңағы Қытайлар бүйтіп қинап жатыр, үстіп жатыр деген кезде біздің қазақ қоғамы Синойлдан мүлдем не алмаңдар, Қытай товарын алмаңдар, Huawei'ден, Xiaomi'ден бас тартыңдар, анадан бас тартыңдар деген сияқты көп не болды ғой. Жалпы Қытай тілінде бар кез келген нәрседен бас тартайық деген. Сол кезде әзіл ретінде жазған ғой, жаңағы менің келіншегім ағылшын Қытай тілінің маманы. Сонымен сол сүйісуден бас тарттым деп айтып жатқаным соған еді. Бас тартқан жоқсыз ғой? Жоқ, бас тартқан жоқ. Жақсы. Әйелмен сүйісуден де бас тартқан жоқпын, Қытайдың өнімдерін де бас тартқан жоқпын. Жақсы. Қараңыз, 2017 жылдың 10 қазанында сіз латын қарпі туралы жаздыңыз ғой. Ағалар, қайталап айтамын, жастар сіздердің нұсқаларыңызды қолданбайды, өйткені өздерің қолданбайсыңдар деп сынадыңыз, иә? Бізде бірнеше жеке компаниялар латын қарпін жасады, бізде жаңағы тұтас институттар 3 рет жасап қателесті латын қарпін. Тап кеше міне Қасым-Жомарт Кемелұлының алдында мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова тағы бір нұсқасын апарып көрсетті. Енді қазіргі латын қарпіне көңіліңіз тола ма, жоқ па? Жоқ, идеалында емес әлі. W әрпіне, одан кейін C әрпіне арнайы әріптер бөліну керек. Оны жалпы орта түркі әліппесіне өту жағын құптаймын, бірақ ол түрк тіліндегі әріптермен бірдей болып кетпеген дұрыс. Мысалға C-дің орнына Ш-ны беруге болады. Есімде баяғы жаңа әліп кезінде біздің ең бірінші латынға көшкен жаңа 30 жылдардағы әліппемізде мысалға C-ді Ш-ның орнында берген. Алашорда деген жаңа солай жазылған. Жаңа W деген бүкіл әлемде ол U болып есептелінеді. Біздің мына қазіргі орыстанындағы, орыстың латынын көрген біздер ғана оған қарсы шығып жатырмыз. W деген ол, өйткені W-ды біз кезінде Ш деп жаздық, жаңа Mail.ru агенттің кезінде айналып келген кезде. W деген ол U, қалай қарасаңыз да U. Wikipedia деп айтамыз, Winston деп айтамыз, Washington деп айтамыз. Сондықтан ол жерде U болатынына бір шокпен қарауға болмайды, жаңағыдай қалай деген мынандай емес. Бәрібір O деген әріпті U-мен оны таңбалап бекітіп қойғанбыз, жаңа елбасымыздың атына. Сондықтан екінші әурешілік бізге керек емес сияқты. Жарайды, жақсы түсіндік. Сіздің аудармаларыңыз бар. Румиді, Физулиді, Ибн Синаны, Омар Хайямды аударғансыз, иә? Иә. Тым жас емессіз, Бұлай айтайын сізге. Менің атам 40 жасында жаңа несінен кетіп қалып, даласынан кетіп қалғанда, жаңа колхоздан, бір совхоздың несі болған, бухгалтер болған. Сол 40 жасында қашып кетіп, далаға қашып кетеді дағы, сол жақта кітап жинайды, еңбек жинайды. Сол кезде жаңағы Қытайдағы ескі кітаптарды, Қытайдағы журналдарды Мәскеу арқылы алып, оқып бастайды. Содан кейін ол кезде енді өзбектерде де мына көне шағатай тіліндегі ескі кітаптар уже құны болмай, олардың өздері арзан бағаланып жатқан кезеңдерде бұл кісі Ташкентке барып кітапханалардан жаңағы ескі кітаптарды жинай бастайды. Сол кісі маған атам бір сандық өте ескі антиквариат кітаптарды тастап кетті. Оны оқытуды маған өте кішкентай кезімнен бастады негізінде. Мен бірінші кирилл әрпін емес, бірінші сол араб әріптерін танығам. Әйтеуір есімде балалардың барлығы жаңа табын келетін жақта, жар жақта жаңа футбол ойнап жатады. Мен сол жаққа ойнауға барғым келсе, атам айтады, мына кітаптың, мына бетін оқып, маған тапсырасың, жаңағы түсінігін айтасың. Одан кейін барды ойнап келе берді. Ол кітап ескі несінде, шағатай тілінің арабица әріптерінде жазылған. Жақсы. Сондықтан енді кейінгі мына аудармалардың көбісі жаңағыда ескі өзбек шағатай тілдерінен болды ғой. Сондықтан қатты қиындылық тудырған жоқ. Онымен мен өте ерте таныс едім. Жақсы. Кітап деп қалдық қой, енді жазушылығыңыздар бар, 100 кітабы бар, басқасы бар. Енді қараңызшы. Сіз анау
нормативтен тыс лексика деп жатамыз ғой. Бейпіл сөздер ғой енді. Сіз өзіңіз санай аласыз ба? Бүгінге дейін нешеуін қолдандыңыз, қандай сөздерді? Бірінші жалпы бұл кеттік айтайық. именно қай несін айтасыз? Қандай сөздерді қолдандыңыз бүгінге дейін? Маған ең ұнайтын жалпы боқтау қарғыс, кімнің алпамыстың баласы жәдігердің жаңағы оны жаңағы қақпақпен ұратын аспазға айтатын бір жақсы несі бар, қарғыс боқтауы бар. Сенің дейді денең жерге көмілмей жатып шіріп кетсін. Сіз қолданғандарды айтайықшы. Иә, мен бұларды да қолдандым. Былтыр заманауи сайттарыңыз бар ғой. Қандай мысалға? Қайсыларын қолдандыңыз, санайық бір бесеуін. Ләттің, наху, епті баймайт, әкестің, сондай жаңағы өзгертілген бір жеңілдетілген нұсқалар. Мен неге сұрап отырмын? Өйткені сіздің 100 кітабыңыз шықты, елдер оқыды. Сіздің шығармаларыңызда да сондай боғауыз сөздер көп. Иә, ішінде оның бар. Менің таңғалғаным, адамдар мынау не қылған ұятсыз, мынау не қылған масқара деудің орнына сүйсініп оқыды. Мынау сынап тұр, мынау дұрыс екен ғой деді. Осының себебін түсіне алдыңыз ба? Неге сізді бүкіл қоғам сөкпеді? Өйткені бүкіл қоғам сол кітап арқылы сөккісі келген объектілерін сөгіп тастады. Сондықтан мен ол жерде сөгілмей қалдым. Мен білетінім әйтеуір 100-ден астам бір не жазылды, пікір жазылды, арнайы жаңағы посттар жазылды ол кітапқа байланысты. Соның 2-3-еуі ғана бір негативті форматта болмаса, қалғанның барлығы ұнады. Мен өзім қатты таңғалдым. Жуырда кімді боқтау жоспарда бар? Жалпы жуырда боқтау жоспарда жоқ. Өйткені қазір кітап мәселесіне келген кезде айта кетейін сізге. Бұл негізі бұл салаға не үшін келдік? Интеллектуалды тәуелсіз ұлт болып қалыптасу үшін сіздің мына жалпы халыққа шаққандағы кітап тақырыптары 0,1-ден кем болмау керек. Кез келген дүниедегі 10 үздік мемлекетті алып қарайтын болсаңыз, олардағы бәрі жаңағы сол коэффициент, халыққа шаққандағы коэффициент кемі 0,1-ді құрайды. Және сол 0,1-ден асқан кезде халық интеллектуалды уже не болып есептелінеді, жаңағы тәуелсіз халық болып есептелінеді. Енді қараңыз, біздің Қазақстанның жағдайы қандай болып тұр қазір? Қазақстанның жағдайы жаңағы халыққа шаққан кездегі 0,1. Ол жаңағы бір не кітаптарды айтып отқан жоқ, жаңағы барлық нақты пайдалы кітаптарды емес, анау өзінің аталарына жазылған кітаптар, шежірелерді, одан кейін біреулердің ғылыми монографияларын, солардың барлығын қосқандағы кітаптардың санының өзі біздің 0,1 ғана болып тұр. Қазіргі келер 10 жылдықтағы біздің міндетіміз сол 0,1-ді ең құрғанда 100-ден 1-ге жеткізе алатын болсақ, бізде сәл-сәл үміт пайда болады. Жақсы. Қазір деген кім қандай кітап жазса да, әйтеуір жазылсын қазір кітап. Кітап жазылуы тоқтамау керек қазір ең бастысы. Бейпіл сөздер деп қалдық қой. Біздің билікке бейпіл сөзбен баға бер десе, қай сөзді қолданатын едіңіз? Жоқ, оны тіпті бір жақты кете алмаймын қазір. Жақсы. Енді былайда жаңа бойдақ кезінде, қыз кезінде деп айтып отыратындар бар ғой, жаңағы апалардың. Шыны керек, менде де қазір үстінде бір жауапкершіліктер бар да. Яғни маған неғып тұрған. Және мен арқылы қаншама мыңдаған мысалға кішкентай балалардың, басқалардың үзілуге шақ қап тұр. Енді түсіндіріп өтейін. Сондықтан қазір бұл тақырыпта бір абайлап сөйлейтін болдық. Жақсы. Оның үстіне енді қараңыз, сіз енді жихан кез екеніңізді білеміз және, иә? Біраз елді аралап айттыңыз ғой енді. Бірақ келесіде мынадай сұхбат бересіз, этноауыл деген бұл абсурд нәрсе дейсіз.
иә. Этно ол күшті емес пе? Тарихымызды өткенімізді дәріптейік келгендерге. Сізге былай айтайын. Адамдар бір мемлекетке, мен мысалға турист болып барған кезде, мысалға, енді менде экстремал туризм, олай барған кезде мен ол халықтың 14 ғасырдағы тұрмыс тіршілігінің бір өтірік жасанды актерлар ойнап тұрған моментін көргім келмейді. Мен сол халықтың өзінің тұрмыс жағдайын көргім келеді барып. Мысалға сіз барлығын қазақша киіндіріп қойып, үстіне жаңағыдай бөрік шапанын кигізіп қойып, туристерді апара жатсаңыз, сіз ол өзіңізді түсіргеніңіз, ол сіз өзіңізді төмендеткеніңіз. Өйткені міне біз баяғыда мынандай абориген болғанбыз, біз баяғыда осындай болдық, міне қазір былай дамып кеттік деген сияқты. Ол жалпы дұрыс емес. Біз абориген емеспіз. Біздің қазіргі тұрып жатқан тұрмыс салтымыз бар, ол өткен нәрсе өтті. Сондықтан біздің жалпы Қазақстандағы туристік потенциалдың дамымай жатқандығы да тіпті осы тұрғыдан келеді. Біз тіпті өзіміздің бірде-бір мифтік танымымызды дамытқан жоқпыз. Жалпы тарихи бір әдемі жерлерімізге бір жүйеленген саяхаттың бір форматы жоқ. Айналып келген кезде. Жақсы. Ол сұхбатты көрген болсаңыз, мен Бозжыра туралы айтамын. Мен өмірімде Бозжыра деген жер сондай әдемі екен деп ойламаппын, шынымды айтсам. Барып кәдімгі жерін сүйдім. Ондай бір әдемі жерді көрген жоқпын өмірімде. Жақсы. Енді анау бір баяғыда бір сұхбатыңыз бар ғой, 2 жыл бұрын ба, бір құрсын шулады ғой елдің бәрі. Қазір үйлендіңіз ғой енді. Ниетіңізден қайттыңыз ба? Кәмшат Жолдыбаймен болғым келеді деген. Былай айтайын сізге. Жалпы сол кездегі бір жалпы адамда бір не болады ғой, жаңағы толқын келеді ғой, қазіргі тілмен айтсақ вайб келеді. Соны бір объектке, бір әдемілікке бағыттап жіберу керек болды да. Сол кезде бірінші көргенім сол Кәмшат Жолдыбаева Бикеш болды. Жақсы. Бірақ қазақ қызы кез келген ондай бір әдемі теңеулерге оған лайық деп есептеймін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сіз айттыңыз ғой сол кезде, Құдай тағала дүниедегі бүкіл сұлулықтың жартысын Кәмшатқа беріп тұр. Бұл күпірлік емес пе? Енді мысалға дәл солай қараған күннің өзінде Құдайдың өзінің жаратқанын мақтап тұрғанда қандай күпірлік болуы мүмкін? Жақсы. Рахмет сізге. Сол Нартай мырза, сізге де көп рахмет. Оңай болған жоқ. Енді сұхбаттың нарысы ғой, айналып келген кезде. Жақсы. Аманшылық болсын. Жақсы.